Сәлем достар, бүгін біз дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай пирожки, яғни картоптан жасалынған чебурекилер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен суымызға 1 қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің тұзымыз еруі керек. Келесі ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстінен 2 қасық майонезімізді салып, және де жаңағы тұз суымызды үстінен құйып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз қытырлап, әдемі, дәмді болып шығатын болады. Араластырып болғаннан кейін үстінен аз-аздан ұнымызды салып, араластырып аламыз. Ұнымызды толық салып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың тығыздығы қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа деңгейде болуы керек. Мінекей достар, мен қамырымды илеп қойдым. Енді оның бетін жауып, немесе қапшыққа салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыздың июі қанып дайын болғанша начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін картоптарымызды жақсылап аршып, суға пісіріп аламыз. Және де келесі ыдысымызға сұйық майымызды құйып, оның үстіне жұқалап туралған пиязымызды салып, отта жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің картопымыз дайын болды, яғни пісіп шықты. Оның үстінен жаңағы қуырылған пиязымызды салып, және оның үстінен дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап пюре дайындап алатын боламыз. Және де достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Келесі салынған видеолардың барлығы сіздерге көрініп тұруы үшін. Мінекей достар, біздің начинкамыз, яғни картопымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай картопымызды толықтай езіп шықтым. Достар, енді қамырын жайып алатын боламыз. Мен жаңағы дайындап алған қамырымызды 2-ге бөліп алдым. Маған солай ыңғайлы, сіздер бірден сол күйінде үлкен қылып бір қамыр жайсаңыздар да болады. Қамырларыңыз қалың болып қалмауы керек, жұқалау қылып жайып аламыз. Одан кейін міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды кесіп аламыз. Сіздер жаңағы үлкен қамыр қылып жайған кездеріңізде пельмен, манты кескендей етіп кессеңіздер болады. Әрине, өз қалауларыңыз бойынша дөңгелек етіп кесіп алып жасасаңыздар да болады. Менің өзіме осылай 4 бұрышты етіп жасаған ұнайды, және маған солай ыңғайлы. Мінекей достар, қамырларымызды кесіп дайындап алдым. Енді олардың барлығын орталарынан ашып, ішіне начинкамызды салып дайындайтын боламыз. Мінекей достар, мен ортасына картоптарымызды салып шығып жатырмын. Сіз осы начинкасына өз қалауыңыз бойынша пияз қоссаңыздар, укроп қоссаңыздар да болады. Начинкасын салып болғаннан кейін қамырымызды жауып, бірінші шет-шеттерін қолымызбен басып шығатын боламыз. Өйткені біз қазір майға қуырған кезде шеттері ашылып кетпеуі керек. Қолымызбен басып шыққаннан кейін шаншықмен айналдыра жақсылап басып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен барлығын дайындап алдым. Енді қызып тұрған майымызға шетінен салып алып пісіріп ала береміз. Бірінші беті пісе бастағаннан кейін екінші бетіне аударатын боламыз. Оны біздің пирожкилеріміздің шет-шеті сарғая бастағаннан бірінші бетінің піскенін білсеңіздер болады. Бірінші бетіне қарағанда бізде екінші беті тезірек піседі. Мінекей достар, біздің чебурекилеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, барлығы үрленіп, қытырлап, әдемі болып шықты. Дәл осы рецептпен сізде жасап көріңіз, дәмді болып шығатынына сенімдімін. Достар, видеом ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаймыз. Сіздермен болған мен Диана.